Ассалаумағалейкум, менің YouTube каналымның оқырмандары. Бүгін сіздерге тәтті рецептпен келіп отырмын. Бұл вафлиді жақсы көрмейтін адам жоқ шығар, ал кеттік, онда бірге дайындап көрейік. Ол үшін бізге ұн, сүт, қант, жұмыртқа, маргарин майы және қопсытқыш қажет. Қанша мөлшерде қажет екені видео астындағы описание бөлімінде жазылған. Дайындауға кірісейік. Үй температурасында тұрған маргарин майын қантпен араластырып аламыз. Миксер қолдансаңыздар да болады. Жақсылап араластырып болған соң сүт пен жұмыртқаны қосамыз. Барлық қажет заттар үй температурасында болғаны абзал. Біркелкі етіп араластырып, кейін ұнды 3-4 бөліп қосамыз. Бірінші рет ұнды қосып араластырғаннан кейін қопсытқышты қосамыз. Содан соң ұнды қосып, барлық масса біркелкі болатындай нәтижеде жеткенше араластырамыз. Дайын болған массамызды 5-10 минутқа тынықтырамыз. Вафельницамызды қыздырамыз. Жақсылап қыздыру қажет болады. Вафельница толықтай жақсылап қызғаннан кейін 2 немесе 2,5 ас қасық мөлшерімен саламыз. Вафельницаңызға байланысты сарғайтып пісіріп аласыз. Себебі қуаттылығы 1000 вольттан төмендері 15-20 минуттан жоғарырақ пісуі мүмкін. Ал егерде 1200-1500 вольттағы қуаттылығы жақсы вафельницалар болса, 10-15 минутта пісіп кетеді. Сондықтан бірінші піскен вафлиларыңызге қарап, уақытыңызды есептесіп алсаңыз болады. Ақырындап қасықпен жаймалаймыз, сонда әдемі төртбұрыш формада болып шығады. Осылай барлық вафлилерді пісіріп аламыз. Қажет болған жағдайда вафлидің қоспаларын еселеп, молырақ жасасаңыз болады. Осымен вафлилеріміз дайын. Жұмсақ, дәмі тіл үйіретін вафлилерді жасап көріңіздер. Рецепт ұнаса лайк басып, каналыма тіркеліп қойыңыздар. Келесі видеода жолыққанша.